Namazda bауырлар ниет қылып жүре бермеңдер. Бастау керек намазды. Қаншама адамдар өмірде ниет қылып өтіп кетті қаншасы. Құдай қаласа дейді. Құдай баяғыда қалаған саған. Құдай тағала сен 12 жаста намаз оқуыңды қалап қойған. Сен өзің қаламайсың. Өйткені Алла мейірімді, беліміз бестен шыға салысымен, бірден сәждеге жығылып кете беретіндей қылып қою Аллаға қиын емес еді. Бірақ Алла субхана ва тағала мына жалған өмірде біздің еркімізге салды. Қаласаң намазыңды оқы, қаласаң оқымай-ақ қой. Бірақ оқымағаныңа өзің өкінесің. Мына өмірде де, ана өмірде де. Оқысаң өзің риза боласың. Мына өмірде де, ана өмірде де. Алла мейірімді бауырлар. Бүткіл жаратылыстың бәрін Алла тағала олардың былайша айтқан кезде настройкасын жасап, осы өмірге бәрін дайындап жібергенде, адам баласын бірақ олай жасамаған. Алла субхана тағала бізге ақыл деген сондай нығметті берді де өз еркімізге тастады.